Табиғаттағы кез келген зат үш күйде болады: қатты, сұйық және газ. Мысалы, мұз қатты, су сұйық, ал су буы газ күйі. Бұл заттардың молекулалары бірдей болғанымен, олардың орналасуы мен қозғалысы әртүрлі. Молекулалардың қозғалысы мен өзара әрекеттесуі қысым құбылысының пайда болуына келеді. Қысым дененің бетіне түсетін күштің сол бет ауданына қатынасы. Қысым паскальмен па өлшенеді. 1 килопаскаль 1000 паскаль. Қатты дененің қысымы. Қатты денелер бір-біріне күш немесе қысым түсіреді. Қысым тек күшке ғана емес, жанасу ауданына да байланысты. Мысалы, неге шаңғышы қарға батпайды? Себебі шаңғының ауданы үлкен, сондықтан дене салмағы үлкен ауданға таралады. Ал жай аяқпен жүрген адам қарға батып кетуі мүмкін. Демек, аудан азайған сайын қысым артады. Сұйықтың қысымы. Сұйықтың ерекше қасиеті ол барлық бағытта қысым түсіреді. Сұйық ішінде қысым тереңдеген сайын артады. Мысалы, суға терең сүңгігенде қысым күшейеді. Әрбір 10 метр тереңдікке түскен сайын қысым шамамен 100 килопаскальға артады. Бұл қысым гидростатикалық қысым деп аталады. Терең суда балықтардың денесі арнайы торсылдақ арқылы сыртқы қысымға бейімделеді. Паскаль заңы. Сұйық пен газға түсірілген қысым барлық бағытта бірдей беріледі. Бұл заңды алғаш француз ғалымы Блез Паскаль түсіндірген. Газдағы қысым газ молекулалары еркін қозғалады, және ыдыстың барлық қабырғасына бірдей қысым түсіреді. Мысалы, үрленген шар, автомобиль шинасы, доп шарды қыссақ, оның пішіні өзгереді, себебі ішіндегі газ қысымы барлық бағытта әсер етеді. Газдың қысымы оның көлеміне байланысты. Егер көлемді азайтсақ, қысым артады. Егер көлем ұлғайса, қысым төмендейді. Атмосфералық қысым жер бетіне ауада қысым түсіреді. Қалыпты атмосфералық қысым 760 мм сынап бағаны немесе биіктік артқан сайын атмосфералық қысым төмендейді. Әрбір километр сайын шамамен 12 килопаскальға азаяды. Мысалы, Алматы маңындағы Медеу мұз айдыны теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан. Сондықтан онда атмосфералық қысым төменірек. Атмосфералық қысым өзгергенде адам ағзасындағы қан қысымы да өзгереді. Артериялық қысым арнайы құралмен өлшенеді. Қысым көтерілсе, қан тамырлары тарылып, төмендесе кеңейеді. Сондықтан дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану және күн тәртібін сақтау маңызды. Қатты денелерде қысым күш пен ауданға байланысты. Сұйықтарда қысым тереңдікке тәуелді және барлық бағытта беріледі. Газдарда қысым ыдыстың барлық қабырғасына бірдей әсер етеді. Қысым табиғаттағы маңызды физикалық құбылыс.